Әлем жаңалықтары. Бейбіт өмір іздеп сұм соғыстан қашқан босқындардың арасында отанына қайтам деушілер күн санап артып келеді. Бұл жайында Германия ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылды. Үрдіс былтыр қыркүйекте басталған. Алғаш 61 Ирак азамат осындай шешім қабылдаған. Ал желтоқсанда еліне қайтқандар 200 адамнан асты. Қазір Иракқа жол ұстағандар күрдтердің Эрбил қаласына жеткен. Көбісінің қолында құжаттары жоқ, арасында балалы отбасылар көп. Еуропадан үміт іздегендер бір ауыздан жұмақ өмірдің жалған екенін айтуда. Барған елден пана сұрағанымен онысынан ештеңке шықпаған. Оның үстіне күн суықта жасалған қамқорлығы мен берген азығының аздығына ашынған. Біз Германияда 3 ай болдық. Суық күні азғана суық ас пен бір қияр береді. Оған қарның тойсын ба? Балаларым аштықтан шырылдайды. Жағдайымыздың оңалмайтынына көзім жетті. Сол себепті Иракқа қайтуға бел будық. Паналауды көксеп барып өлімізде барғанымды түсіндім. Еуропада адам құқығы жайында керемет сөздер айтылады. Бірақ бәрі жалған екен. Әлемдегі адам құқығы туралы сөздің өтірік екеніне көзім жетті.